Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздердің назарыңызға бір күндік ПП ас мәзірін ұсынамын. Егер сіздерді бұл тақырып қызықтырса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Таңғы ас үшін бізге бір жұмыртқа, 0,25 грамм ас содасы, 30 грамм жүгері ұны және 40 мл сүт қажет. Осылардың барлығын араластырып, кляр дайындап аламыз. Банандарды бөлшектерге бөліп, оны клярға ораймыз. Банандарды майсыз табада екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған банандарымызды тарелкамызға түсіріп, үстіне жарты шай қасық бал құямыз. Міне, ПП таңғы асымыз дайын. Енді ПП түскі асымыз пеште піскен тауық етін дайындаймыз. Ол үшін тауық етін бөлшектерге бөлеміз. Тақтайшамызды тағам пленкасымен 2-3 мәрте ораймыз. Арасына еттерімізді салып, бетін жауып, тағам балғасымен ұрғылап шығамыз. Тағам балғасы болмаса, оқтаумен де ұрғылауға болады. Тауық еті тез әрі жұмсақ болып пісуі үшін осылай ұрғылап шығамыз. Әрі қарай фольгадан қайықша жасаймыз. Қайықша жасау міндетті емес, бірден пешке салатын ыдысыңызға пісіре беруге болады. Ал егер қайықша жасаймын десеңіздер, видеода көрсетілгендей фольганың екі жағын көтеріп, қайық тәріздес пішінге келтіресіз. Ішіне сұйық май жағып, еттеріңізді саласыз. Дәміне қарай үстіне тұз, бұрыш сеуіп, бір ас қасық қаймақ жағасыз. Бір помидорды турап, оны тауықтың үстіне салып, үстіне тұз, бұрыш сеуіп, үккіштен өткізілген ірімшік сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минуттай пісіріп аласыз. Гарнирге макарон дайындаймыз. Бидайдың қатты сортынан дайындалған макарондарды суға тұз қосып пісіріп аласыз. Дайын болған тауық етін пештен шығарып, ыдысымызға түсіріп аламыз. 100 грамм тауық етін және 70 грамм макарон өлшеп аламыз. Енді салат дайындаймыз. Ол үшін капустаны уақтап турап, үстіне қияр турап, аз көк сеуіп, дәміне қарай тұз сеуіп, май құйып, араластырып, 100 грамм өлшеп саламыз. Міне түскі асымызда дайын болды. Енді ПП кешкі асымызды дайындаймыз. Жеңілдетілген грек салатын дайындаймыз. Қияр, қызанақты бөлшектерге бөліп, фета ірімшігін турап қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, май құйып,
базилик сеуіп араластырамыз. Салат дайын. Кешкі асқа 120 грамм грек салатын және түскі астан қалған тауық етін пайдаланамыз. Өзім арықтауға қолданып жүрген 21 күндік ПП ас мәзірінің ішіндегі бір күні осындай. Әрі қарай басқа күндердің ас мәзірін көргілеріңіз келсе, бүгінгі видеом ұнаса, лайк басып, комментарийге жазып кетіңіздер. Менің видеоларымды жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Гүлнұр, назарларыңызға рахмет.